Жалбыздың қасиеті. Ертеде Ұлықпан хакімнің ұлы науқас тартады. Ол ешкінің етінен кейін мұздай су ішкен екен. Сол ауру әкеліп ішінен бір мүйіз өсіп шығыпты. Хакім қанша ем қолданса да, жалғызын кеселден жаза алмайды. Баласы көп ұзамай дүние салады. Әкесі ұлын жерлеген соң, оның қарнынан өсіп шыққан мүйізді кесіп алып пышағын саптап алады. Бір күні бір бұлақтың басына келеді. Дәрет алайын деп пышағын шөптің үстіне тастайды. Жуынып болып қараса, пышағының мүйіз сабы сынаптай еріп кетіпті. Хакім сол кезде барып, ақырып, жалбыздың сырын білмей, жалғызымнан айрылдым деп жылапты. Сөйтсе ұлының дертін жалбыз ғана жазалады екен.